Біздің келіп тұрған жеріміз Би'ру Рума деген. Рума құдығы. Бұны немесе Би'ру Осман дейді. Жаңағы Осман радиаллаху анхудың құдығы деп таниды бұны халық. Бұл құдықтың бір ерекше бір тарихы бар. Бұл құдық сол жағымызда тұрған құдық. Негізі бір яхуди, еврей ұлтының құдығы болған екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассалам Меккеден Мәдинаға көшіп келген жылдары. Сөйтіп мұхаджирлер дейді, жаңағы Меккеден көшіп келген сахабалар. Осы Мәдинаның суына үйренісе алмайды. Бірақ мына Рума құдығындағы су ерекше тәтті, ерекше дәмді болғаннан кейін ол кісілер осы жердің суына ғана үйренісіп, содан ғана ішкілері келеді. Бірақ мына яхуди мұны сатады, ақшаға сатып тұрады. Мұсылмандардың ақшасы жетіңкіремегеннен кейін, мұсылмандардың ақшасы болмағаннан кейін олар осы ауыз судан қиналады. Соны көрген пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассалам мынандай бір сөз айтады. Мән яштари би'ра Рума валахул жанна дейді. Кім мына құдықты, Рума құдығын сатып алса ғой шіркін, оған ертең қияметте Алла тағала жәннат береді деген сенім бар менің дейді. Соны естіген Осман радиаллаху анху, ол кісі өте үлкен саудагер болған. Жүгіріп келіп, мына жердегі осының басына келіп, жаңағы яхудиге келіп айтады ғой, сатшы мына құдығыңды дейді ғой. Сол кезде тұрады да ол кісі айтады, мен сата алмаймын дейді. Саудаласады, енді сатпағаннан кейін айтады, онда былай істейді. Сен жартысын сат маған дейді. Мен жартысын алайын, жартысы саған болсын, жартысы маған болсын дейді ғой. Сол кезде сен қалай, сен түсінбедім мен сен дейді. Қалай осы жарты құдық сенікі болады, жарты құдық менікі болады. Ол қалай осы елестетесің оны өзіңе дейді. Жоқ, ол дегеніміз былай дейді. Бір күн сен қолданасың бұл құдықты, бір күн мен қолданамын. Келесі күн сен қолданасың, одан арғы күні мен қолданамын деген сияқты ғой дейді. Қанша бересің дейді. Сен қанша сұрайсың дейді. Анау тұрады тарс еткізіп бір үлкен ақшаны айта салады. 12.000 дирхам ақша дейді. Болды, келістік. Қол. 12.000 дирхам береді. Бүгіннен сенің күнің, ертең менің күнім болады дейді. Сөйтіп мұсылмандардың барлығы Осман радиаллаху анхудың күнінде қанығып суларын ішеді, кір жуатын суларын алады, ішім суларын үйлеріне өздерімен бірге толығымен алып кетеді. Сөйтеді, келесі күні анау құдықтың иесі яхуди суды сататын күні ешкім келмей қояды. Күндер өте береді, ана кісінің саудасы жүрмейді, адам келмейді. Османның уақытында барлығы судан алып алады. Екінші күні бармаймыз, одан кейінгі арғы күні Османның күні ғой, сол кезде бара саламыз дейді. Ортаған күнде сауда жүрмей қалады. Сөйтеді, яхуди не істейді? Мыналар қиын болды жағдайым. Енді мынаны сатпасқа болмайды деп Осман радиаллаху анхудың алдына барды да, саудам жүрмей қалды. Мынаның жартысын енді сен ала сал дейді ғой. Қаншаға бересің? 8.000 дирхамға сатып ал дейді ғой. Сөйтеді, жиынтығында 20.000 дирхамға Осман радиаллаху анху осы құдықты сатып алады да, сол кезде айтады, ана аштарихи я расулалла дейді. Мен оны сатып алдым дейді. Және де бұны сатып алғанда жай сатып алған жоқпын өзім үшін дейді. Алланың жәннатынан үміт етіп, бүкіл мұсылмандарға қияметке дейін қызмет жасап тұрсыншы деп уақыт қылып бердім дейді. Сонда бұл алғашқы мұсылмандардың қызметіне берілген уақыт бұл. Уақыт деген бір нәрсені мұсылмандар үшін алып, салып, соны мұсылмандарға тегін қызметіне сыйлай салуды айтады. Соны мына бүгінге дейін осы Би'ру Рума бүгінге дейін, әлі күнге дейін тегін мұсылмандарға су беріп тұрды. Бұл енді тарихи жер, бұл жерден су әлі күнге дейін шығып жатыр. Мына айналаларыңыздағы құрма бақшаларының барлығы қазірге дейін осы құдықтан суғарылып тұр ғой.